Құрметті қыз-келіншектер, бүгінгі мен сіздерге Луиза Хейдің кітабынан үзінді «Өміріңді сүй». Менің аудио жазбамды тыңдамас бұрын каналыма тіркеліп, міндетті түрде пікір қалдырып, лүпіл басып кетіңіз. Егер сіз мен жаман адаммын деп ойласаңыз, бұл ой сізді жек көру сезімін тудырады. Бұл ойсыз сезім пайда болмас еді. Ойларды өзгертуге болады. Өзіңізге жаңа ойды саналы түрде таңдаңыз. Мысалы, мен тамашамын. Ойды өзгертсеңіз, сезім де өзгереді. Біздің әрбір ойымыз болашағымызды жасайды. Күш нүктесі әрқашан қазіргі сәтте. Бізде бар нәрсенің бәрі шынайы. Біз нені таңдасақ та, не нәрсеге сенеміз, және бүгін айтқанымыз ертең бір апта, бір ай, немесе бір жыл өмірлік тәжірибемізді қалыптастырады. Біз бүгін ойларымыз бен сенімдерімізге назар аударған кезде, және оларды мұқият тыңдаймыз. Жақын досымызға сыйлық таңдағандай, болашақ өміріміздің бағытын таңдауға күшіміз жетеді. Өткенге көңіл бөлетін болсақ, қазіргі күшіміз жетпейді. Егер біз өмір сүрсек, болашақта біз қиялда өмір сүреміз. Нақты уақыт қазір ғана. Міне, біздің өзгерістер процесі де осы жерден басталады. Біз өткенді тастап, барлығын кешіре аламыз. Өткен қайғы қасіретті ұстансақ, біз зардап шегеміз. Біз өткен жағдайлар мен адамдарға үстемдік етуге мүмкіндік береміз. Ал ойша біз оларға құлдыққа береміз. Олар бізді бақылауды жалғастыруда. Содан кейін біз кешірімсіздікке тоқтаймыз. Сондықтан кешіруді үйрену маңызды. Кешіру дегеніміз бізді ренжіткен адамнан құтылу және ренжіткен адаммен танысуды тоқтату. Кешірімділік бізді өз қасіретімізде ұстайтын ауыртпалық, ашу және кінәлаудың ақылсыз циклынан шығуға мүмкіндік береді. Біз қандай да бір іспен әрекетті емес, оны жасаған адамдарды кешіреміз. Олардың қасіреттерін, абдырағандарын, қабілетсіздігін, үмітсіздіктері мен адами әлсіздіктерін кешіреміз. Сезімдерімізді білдіріп, оларды босатқаннан кейін біз ары қарай қозғала аламыз. Біздің санамыз мәңгілік, бір шексіз ақылмен байланысты. Осыны ұмытпаңыздар. Біз шексіз ақылмен байланыстымыз. Біз жаратқан және бізге Құдайдың жанының ұшқынын қондырған жоғарғы күш. Біздің туа біткен ақыл бүкіл тіршілікті басқара алатын ол ақыл. Біздің міндетіміз өмір заңдылықтарын түсініп, соған сәйкес әрекет ету. Жоғарғы күш өз жаратылыстарын жақсы көреді. Сонымен қатар бізге шешім қабылдауға ерік береді. Бұл жақсылыққа арналған күш, және ол біздің өмірімізге басшылық етеді. Қанекей, мынаны істейік. Бұл кек алудың жазалау күші емес. Бұл себеп салдар заңы. Бұл махаббат, еркіндік, түсіністік және жанашырлық. Ол біздің алдымызда тұрып, онымен бірігуді үйренеміз. Күлімсіреп күтеді. Өміріміздің біз үшін жақсылықтың бастауы болып табылатынын, тәңірлік рухта бет бұру өте маңызды. Өзіңізді жақсы көріңіз. Өзіңізді сүюді, жомарт және сөзсіз болыңыз. Өзіңіздің мүмкіндігіңізге мақтаңыз. Сіз өзіңізді жақсы көретініңізге түсінген кезде бұл сүйіспеншілік сыртта тарай бастайды. Және сізге қайта оралу үшін өміріңіздің барлық салаларына еніп, бірнеше рет күшейеді. Сондықтан өзіңізді сүю арқылы сіз планетаны емдеуге көмектесесіз. Біздің проблемаларымыздың ең көп тараған себептері ол реніш, қорқыныш, сын және кінә. Біраз біз үйреншікті ойларды өзгерте аламыз. Өзімізді және басқаларды кешіре аламыз. Өзімізді жақсы көруді үйренеміз. Содан кейін сезімдер
өткен шақта қалады. Біздің әрқайсымыз рухани ықпал ететін білім алу үшін уақыт пен кеңістіктің белгілі бір нүктесінде осы планетада өмір сүруге шешім қабылдаймыз. Мен бәріміз мәңгілікке шексіз сапардамыз деп ойлаймын. Біз жынысымызды, терін, түсін, елді таңдаймыз. Содан кейін біздің талаптарымызға толық жауап беретін тамаша ата-ана жұбын іздейміз. Біздің өмірімізде болып жатқан барлық оқиғалар және барлық адамдар кездескеніміз бізге пайдалы сабақ береді. Біз өміріміздің барлық оқиғалар үшін толық жауапкершілікті аламыз. Жақсы да, жаман да, өйткені біз өзіміз белгілі бір жағдайлардың пайда болуына үлес қосамыз.